қазақтың маңдайына біткен ең дарынды тұлғалардың бірі сіз. Сондықтан біз бәріміз сізді мақтан тұтамыз. Сізді білмейтін адам жоқ, Қазақстанда болсын ба, бүкіл әлемде болсын ба. Бәрі сіздің өнеріңізді жақсы біледі, жоғары бағалайды. Сондықтан бәріміз ризашылығымызды білдіреміз. Все сотрудники службы государственной охраны должны сочетать в себе целый ряд качеств. Это, во-первых, высокая профессиональная подготовка, в том числе боевая подготовка, физическая подготовка. Одновременно руководители службы государственной охраны, руководители соответствующих подразделений должны обладать широким кругозором, большим комплексом знаний, касающихся и внутриполитической ситуации в стране, и международной обстановки. Должны понимать тонкости международного протокола, быть наблюдательными, обладать аналитическими способностями. И только в этом случае мы можем ожидать соответствующий положительный эффект работы. В этом контексте важным событием стал своевременный запуск строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане. Правительство совместно с фондом «Самрук-Казна» выработана стимулирующая формула цены на закуп газа у недропользователей для новых проектов добычи газа. Поэтому приглашаю вас принять участие в реализации проектов по увеличению производства товарного газа. Very well known as an expert on nuclear disarmament issues, and you have vast expertise and experience in this sphere, in this area. So we look forward to having close cooperation with you, and Kazakhstan will be a good partner, a reliable partner of the CTBTO, and my people, my staff, the government will be ready to stay in touch with you anytime to make the CTBTO activities more successful as ever. Жамбыл облысының Байзақ ауданында төтенше оқиға болды. Қарулы күштеріміздің оқ дәрісі сақталатын қойманың бірінен өрт шықты. Артынан бірнеше жарылыс болды. Жергілікті тұрғындар аман есен. Өкінішке қарай, әскери қызметшілер мен құтқарушылар арасында адам шығыны бар. Олар қызметтік міндетін атқару барысында ерлікпен қаза тапты. Қайтыс болған азаматтардың отбасына көңіл айтамын. Жарақат алған адамдардың тезірек сауығып кетуін тілеймін.